Сәлем достар, бүгін сіздермен мөлдір, керемет, жұмсақ булочка пісіретін боламыз. Оған 1 стакан сүт жылы, 1 стакан су, тұз, 3 қасық қант салып араластырамыз. 1 жұмыртқа саламыз. Араластырып, тұзын, қантын ертіп, сосын 100 грамм сары май қойып, 1 ас қасық дрожжи салып, осылай қамыр илейтін боламыз тестасын. Жұмсақ, керемет, күшті булочка шығады, достар. Осылай үйде боласыздар, 2 сағатқа қалдырасыздар. Міне ашыды, әдемі болып. Енді булочка 3 түрлі жасайтын боламыз. Осылай жасап аласыздар. Қазір бантик түрін жасап жатырмын. Осылай бантик етіп істеп аласыздар. Үш түрлі істейтін боламыз. Соны мұқият қарап отырыңыздар. Менің каналым ұнап жатса, достар, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, таратыңыздар каналымда. Міне. Мен біреуінің ішіне творог қостым, біреуінің ішіне вареный сгущенка қостым. Міне. Осылай әдемілеп жасап аласыздар. Тез әрі оңай, тәтті, дәмді болып шығады, достар. Осылай жасап аласыздар. Міне дайын болды, бетін жауып, кішкене көпшігенше қойып қоямыз. Содан кейін басқаларын бантик түрін жасаймыз дағыны, оны да кішкене көтерілгенше бетін жауып қоя тұрамыз. Пешке сразу салмаңыздар. Осылай да жасап алдым. Кішкентай әрі ыңғайлы, әдемі болып шықты. Жұмсақ. Достар, осылай барлығын жасап алдым. Балалар сүйіп жеді, өзіміз де сүйіп жедік, тәтті, дәмді болып шықты. Міне кішкене көтерілген немізге жұмыртқаны жағып бетіне 200 градусқа пісіріп алдым. Көтеріліп, светі де әдемі болып шықты, қыздар. Жасап көріңіздер. Градусқа пісіріп алдым. Міне пісті. Өте керемет дәмді шықты, қыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, комментария жазып, таратыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылай тәттілер пісіріп, отбасын қуанта берсін. Міне енді бантик түрі мынау. Жасап көріңіздер, ас болсын.